Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі ашық сабағымызды ашық деп жариялаймын. Сабақты бастамас бұрын бірінші тақтадан түрлі түсті стикердің көмегімен топқа бөлініп алайық. Келе ойындар. Бірінші топқа қызыл стикерді таңдағандар екінші топқа орналасыңдар, үшінші стикерді және жасыл стикерді таңдағандар үшінші топқа балалар жайғасамыз. Жаңа сабақта бастамас бұрын бірінші берілген тапсырманы тексеріп алайық. Оны біз цифрлы платформаның көмегімен тапсырамыз. Бірінші сұрақ. Азоттың периодтық жүйедегі орны бойынша сипаттама. Төрт нұсқа. Азот қышқылының тұздары қалай деп аталады? Ауадағы азоттың мөлшері. Азот қышқылының физикалық қасиетін ата. Жанрының бірінші орында, жансая екінші орында. Азот қышқылы қайда қолданылады? Азот қышқылындағы азоттың тотығы дәрежесі қанша? Үшінші орында жансая, екінші орында Бағдәулет, бірінші орында Жангүлім. Бұл элементті белгімен алдырғанда жарықта сомдаушы деген мағынаны береді. Бұл белгісіз зат қараңғыда қатты жарық беретіндіктен оны ерте заманда ібіліс элементі деп атаған. Бұл элементтің әр осыла бай тағамдардың құрамында балық еті, құс еті, жаңғақ және тұқымдарда көптеп кездеседі. Бұл қай элемент балалар? Фосфор. Жақсы. Бүгінгі біздің сабағымыз балалар сол ақ фосфор бірінші топқа, екінші топқа қызыл фосфор тобы деп, үшінші топты қара фосфор тобы деп үшке бөлеміз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы фосфор және оның қосылыстары. Мақсаты фосфордың алатоникалық өзгерістерді салыстыру, фосфор қосылыстарының Қазақстандағы кен орындарын атау, фосфор және оның қосылыстарының жалпы химиялық қасиеттерін түсіндіру. Ары қарай балалар сабақты жақсы түсіну үшін видео сабаққа назар аударыңдар. Бүгін мен сіздерге фосфор элементі туралы айтқым келеді. Жүйесінде 15-ші тобында орналасқан бейметалл элемент. Табиғатта фосфор апатит деп аталатын минералдың құрамында болады. Біздің денеміздегі сүйектердің 1% фосфордан тұрады. Таза фосфор 4 аллотропиялық модификацияда болады. Олардың ішінде ең көп таралғаны қызыл фосфор. Қызыл фосфор ауадан ылғалды оңай сіңіретін қою қызыл ұнтақ. Уақыт өте қызыл фосфор ауаға әсер еткенде полифосфор қышқылының түзілуіне байланысты қатып қалады. Күнделікті өмірде біз фосфорды сіріңке қорабында кездестіреміз. Сіріңке қораппен үйкеліс процесі кезінде сіріңке басының құрамындағы калий хлораты тұтанып
Қызыл фосфор ауада жақсы жанады және де таза оттегінде одан да жақсы жанады. Таза оттегімен толтырылған колбада жанып тұрған фосфор көп мөлшерде жарық шығарады. Бұл реакцияны үлкен кеңістікті жарықтандыру үшін қолдануға болады. Шамда пайда болған түтін фосфор оксиді. Қызыл фосфор өте тұрақсыз формада сублимация процесі арқылы ақ фосфорға айналуы мүмкін. Ақ фосфордың улылығы жоғары, ауада белсенді түрде тотығады және түтін шығарып фосфор оксидін түзеді. Сондықтан ол суда сақталады. Қараңғыда ауадағы оттегінің тотығуына байланысты ақ фосфор жарқырайды. Бірақ жарқырауы өте әлсіз болады. Қараңғыда жарқыраған элементтердің барлығын фосфор деп ойлау өте қате. Ойыншықтар ақ фосфордан ешқашан жасалынбайды, тек сағаттарда қолданылады. Беті басқа металмен қапталады. Себебі ақ фосфордың жылы бетке қойғанда не болатынын қараңыз. Ол бірден еріп тұтанады, температурасы 800 градус Цельсийден асады. Ақ фосфор кез келген бетте жанып, айналасындағылардың бәрін тұтандырады. Сондықтан оны адамдар кейінірек Женева конференциясы мен тыйым салынған тұтандырғыш оқ-дәрілер жасау кезінде қолдана бастады. Ақ фосфор кейбір полярлы емес еріткіштерде, мысалы бензол және көміртегі дисульфидінде жақсы ериді. Көміртегі дисульфидінде ақ фосфордың ерігіштігі өте жоғары. Көміртек дисульфидіндегі фосфордың осындай ерітіндісіне қағазды батырсаңыз қызықты әсерді көресіз. Уақыт өте келе күкіртті көміртегі буланып, жұқа ақ фосфор қалады. Ол кейін өздігінен тұтанып қағазды күйдіреді. Фосфордың тағы екі түрі бар, қара және металл фосфор. Олар табиғатта өте сирек кездеседі. Қазіргі кезде фосфор ауыл шаруашылығында тыңайтқыш ретінде қолданылады. Фосфор өсімдіктердің тамыр жүйесінің дамуы үшін қажетті компонент. Ол топырақтың табиғи құраушыларының бірі. Фосфор топырақта көбіне өсімдіктер сіңіре алатын дигидрофосфат иондар мен гидрофосфат иондар түрінде кездеседі. Видеоға түсінікті ма? Ондай болса, келесі біздің жұмысымыз кітаппен болады. Бірінші топқа фосфордың құрылысы табиғатта кездесуі. Фосфордың алынуы физикалық қасиеті. Екінші топқа, үшінші топқа фосфордың химиялық қасиеті және қолданылады. Ал балалар, бұл тапсырма бізге 5 минут уақыт кетеді. Бастаймыз. Бұдан жұмыс жасаймыз. Уақыт аяқталды. Бірінші топ дайын болсаңыздар тапсырманы тақтада орындаймыз. Кәдімгі кім келеді? Еліміздегі ірі кен орны Ақтөбе облысы шыңдап. Ересек адам организмінде 2 килограммнан аса фосфор болады. Жалған. Фосфор өсімдіктердің жемісінде және тұқымда көп мөлшерде кездеседі. Шындық. Фосфордың маңызды қосылыстары фосфориттер мен апатиттер. Шындық. 1669 жылы фосфор деп разылашты. Шындық. Ауада қызыл фосфор оңай тотығады және жарық шығарады. Жалған. Қаратаудағы фосфорит қабатының биіктігі 10-12 метрге жетеді. Ол шындық. Грек тіліне аударғанда фосфор жарықтасушы деген мағынаны береді. Ол шындық. Соңында жарайсың, сен дұрыс орындарың өте тамаша, иә? Жұмыстарыңызды өте жоғары деп бағалаймын одан. Келесі. Екінші. Балалар, мынау екінші топтың тапсырмасы кім орындайды келе қойыңдар. Тапсырма орындаймыз. Қараңғыда жарқырайды ақ фосфор. 260 градуста өздігінен жанады қызыл фосфор.
суда ерімейді. Қызыл фосфор күкіртті көміртегінде ерімейді. Қызыл фосфор суда ерімейді. Фосфор. Улы ақ фосфор. Алинур? Қызыл фосфор, молекулалық кристалл ақ фосфор, қатты емес пышақпен кесуге болады ақ фосфор, көміртегі дисульфидте ериді ақ фосфор, сарымсақ иісі бар ақ фосфор, иіссіз қызыл фосфор. Улы емес ақ фосфор, атомдық кристалдық тор қызыл фосфор, қараңғыда жарқырамайды қызыл фосфор, ақ не сарғыш түстерінде ақ фосфор. Тұтану температурасы 40 градус ақ фосфор. Тексереміз. Неше дұрыс емес жауабымыз бар? Біреу, иә? Екеу. Ол емес. Және тағы қандай? Болма. Жақсы. Өте жақсы емес, енді жақсы. Тапсырма орындалды. Фосфордың алынуы? Біздің тапсырмада фосфордың алынуы болмайды, сол фосфордың алынуы фосфор апатиттен немесе фосфориттен алынады. Жақсы, өте жақсы отырады. Келесі тапсырма бізде үшінші топқа тапсырма тақтада көрініп тұр. Коньки келіп орындаймыз. Сәйкестендіреміз, иә? Керемет, дұрыс шешім тапқанбыз дейді. Өте жақсы. Яғни үшінші топтың тапсырмасы. Балалар, біздің келесі тапсырмамыз бұл кім жылдам тапсырмасы. Бұл жерде әр топтан бір оқушы тақтаға есеп шығаруға шығады. Бірінші топтың есебінің мәтіні тақтада туралады. Екінші топтың, үшінші топтың есебі мынау, екінші топтың есебі. Әр топтан бір оқушы тақтаға есеп шығаруға шығады. Балалар, тақтадағы есеп шыққанға дейін осы отырған топтағы оқушыларға бірер сұрағым бар, сол сұрағыма жауап бере қойыңдар. Бірінші топқа сұрақ, фосфордың қандай аллотропиялық өзгерістері белгілі? Үш өзгеріс бар: қызыл, қара және ақ. Жақсы отыра қой. Оқ дәрілер жасауда қолданатын фосфордың түрі? Ақ фосфор. Ақ фосфор. Фосфор атомдары неше байланыстан түзіледі? Неше байланыс түзіледі? Үш түрлі ковалентті байланыс. Үш түрлі ковалентті байланыс. Фосфордың маңызды табиғи минералдары не деп аталады? Апатиттер мен фосфориттер. Апатиттер және фосфориттер. Жақсы. Екінші топқа мынандай сұрақтар. Фосфор неден алынады? Фосфориттермен оксидтен. Графитке ұқсас жарықтай өткізгіш фосфор қалай деп аталады? Қара фосфор. Қара фосфор, жақсы. Ерімейтін фосфор? Қызыл және қара фосфор. Жақсы. Фосфордың ең маңызды жаңағы маңыздылары? Ақ және қызыл фосфор. Ақ және қызыл фосфор, жақсы. Үшінші топқа сұрақ, фосфордың сутекті қосылысы. Фосфин. Фосфор қыздырғанда металдармен әрекеттесіп не түзеді? Бағдәулет? Фосфиттер. Фосфордың аллотропиялық өзгерістері өзара бір-біріне не әсер еткенде айналады? Қысым мен температура. Қысым мен жалпы дұрыс температура. Сіріңке өндірісінің шикізаты? Қызыл фосфор. Қызыл фосфор, өте жақсы. Ал біздің есебіміз дайын балалар. Кім дайын? Кім дайын? Есептің мәтінін оқиды. Массасы 3,155 грамм фосфор 5 фоликтоксидін алу үшін
фосфордың қандай массасын оттекте жағу керек. Бұл жерде фосфор оксиді белгілері және фосфор табу керек. Фосфорды табу керек, бесфоретті фосфордың оксиді. Мынау иә? Есеп жауабымен дұрыс шықты ма? Дұрыс. Жақсы. 1,155 фосфор, иә? Келесі. Оқи ғой. Массасы белгілегі металл фосфорид мен әрекеттескенде 134 грамм металл фосфиді түсіреді. Реакцияға қатысқанда металды анықтаңдар. Қандай металл анықталды? Магний. Жақсы тұрау. Кәусар? Фосфор қышқылын алу үшін қажет фосфор оксидін 49 грамм. 49 фосфор қышқылын алу үшін қажет фосфор оксидін массасын табу керек. Фосфордың бесфорет оксидінің массасын табу керек, иә? Есебінде яғни теңеуін жазылған, теңестірілген, дұрыс, иә? Есептің жауабы 35,05 жауаппен сәйкес келіп тұр ма? Келіп тұр, жақсы. Ондай болса балалар, бүгінгі сабағымыз деген қорытындылайық. Әр топты жеке-жеке бағалап жүреміз. Бірінші топта Жансая, Аяжан 9 балл, Алинош, Дамир 8 балл, Ерасыл 9 балл. Екінші топта Жібек, Аруна 9 балл, Алинош, Анель 8 балл, Еркебұлан 7 балл. Үшінші топта Жамүлім 10 балл, Бақдәулет 9 балл, Жания 8 балл, Бибарс 7 балл, Кәусар 8 балл. Балалар, бүгінгі сабақты сізге түсінікті болды ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Фосфор? Жақсы. Бүгінгі сабаққа өте жақсы атсалысып қатыстыңдар. Енді сабағымызға рефлексия жасаймыз балалар. Жасыл түс маған бәрі түсінікті, сары түс маған әлі де түсініксіздеу, қызыл түс ештеңе түсінбеді. Тақтада тұрған білім ағашына әкеліп сол қолдарында тұрған стикердің көмегімен білім ағашына әкеліп стикерлерін жасасыңдар. Содан сіздердің бүгінгі сабақтан не түсінгендеріңді білетін боламын. Ал Пәлки. Жаттығу, яғни бірінші есеп 41-ші параграф. Салыңдар.